Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келесі әріп ол дол тәріп. Дол тәріп дұрыс орындау үшін біз бірінші оның махражын табу керекпіз. Одан кейін оның бойында қандай сипаттар бар. Дол тәріп махражы ол яғни тілдің екі жегі үстіңгі азу тістерге тию арқылы дыбысталады. Одан кейін оның бойында қандай сипаттар бар? Бірінші ол жахыр, жария. Екінші сипаты ол рахуа, яғни дыбыс жалғаса береді. Одан кейін үшінші сипаты ол истегля, яғни жуан. Төртінші сипаты итпақ, тілдің және таңдайын ортасына қысым жасау. Бесінші сипаты ол иститоля, яғни тіл деген нәрсе жылжыту. Осы егер біз бес сипатты дұрыс орындайтын болсақ, онда бізде дол әріп дұрыс шығады. Эл, ил, у, до, ды, ду, до, ды,